Сәлем достар, 21 мен 35 жас аралығындағы жастар, Астана, Алматы, Шымкент қалаларындағы жастар, жұмыс істесеңіз, немесе ИП тоғыңыз бар болса, сіз бұл бағдарламаға қатыса аласыз. Толық ақпаратты білу үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Және де маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Біз Google-ға жилфонд деп жазамыз. Жилфонд, міне осы жилфонд KZ. Осы сайтқа кіреміз. Міне кірді, міне жаңалықтар бөліміне өтеміз. Толық ақпараттарды аламыз. Мына біреуіне кірейік. Осы жилфондқа кіріп, толық ақпаратты ала аласыздар, және қатысу үшін де осы сайт арқылы өтініш тастайсыздар. Қазір көреміз. Жұмыс істейтін жастар үшін сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй бағдарламасына қатысу үшін ақпараттар дейді. Міне. Жалпы, өтініш тастаған кезде қатысуға рұқсат етілген және түзетуге жіберілді, бас тартылды деген 3 статус болады дейді. Қатысуға рұқсат етілген деген сіз документтеріңізді толық өткізсеңіз, сізді қабылдады деген сөз документтерді. Ол бірінші сатыдан өтесіз. Бірінші саты, яғни документтер қабылданады. Екінші сатыда балдық жүйемен есептелінеді, яғни сіздің мысалы дипломыңызға балл беріледі, отбасы болсаңыз отбасыңызға балл беріледі. Жаңағы депозитіңіздің әрбір жылына, сосын жұмыстан алған сертификатыңызға, бала санына, солай балл беріледі. Кімнің баллы жоғары, сол алғашқы мысалы қазір 2100 үй берілсе, 2000 үй берілсе мысалы, сол алғашқы 2000 баллы жоғары адам ұтып алады, яғни. Сол этаптағылар өтеді. Жалпы түзетуге жіберілді дегені, сізде бір документтер толық жетпей қалса, онда сізге түзетуге жіберіледі, сіз соны толықтырып қайта өткізесіз. Бір-ақ рет қана түзетуге рұқсат етіледі, уже екінші рет түзете алмайсыз. Тағы да қателіктер болса, онда сізден бас тартылды деген SMS келеді, сонымен сіздікі бас тартылады. Жалпы осы ақпарат жазылған мұнда. Қатысу жилфонд KZ порталы арқылы, міне, сіз осы жеке кабинетіңіз арқылы өтініш жібере аласыз. Бұл бітті дейді. Келесісін көрейік. Астана қаласының тұрғын үй орталығы жұмыс істейтін жастар үшін сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй бағдарламасы бойынша құжаттарды қабылдау жариялайды дейді. Енді қараңыз, бұл Астана қаласы бойынша қазір кіріп тұрмыз. Осылай Алматы және Шымкент қалалары бойынша сіз кіріп, осылай уақыттан, міне қанша пәтер бөлінді, қандай уақыт аралықтарында деген секілді жазылып тұрады. Енді бізде Алматы қаласы бойынша 11 желтоқсанда қабылдау басталады құжаттар. Мысалы, міне тұрғын үй берілетін мерзім 3 жылға беріледі. Ай сайынғы төлену ақысы 5 мен 15 мың теңге арасында. Алматыға биыл 2100 пәтер бөлінген. Құжаттарды қабылдау тек портал арқылы қатысу жилфонд KZ арқылы өтеді. Шарттарына келіп тоқталсақ, шарттарында 35 жасқа толмаған, яғни 21 мен 34 жас аралығы 35 жасқа толмаған азаматтар қатыса алады. Аяқталған орта және орта арна жоғары оқу орнынан кейінгі білім және ресми жұмысқа орналасу, яғни сіздің ресми жұмысыңыз болу керек. Ол болсын, ол ТО болсын, ол немесе осы дипломмен жұмыс болсын, бір жұмыс істейтін жастар болу керек. Өтініш берушінің қай қаладан қатысып жатыр, сол қалада 3 жылдық тұрақты пропискасы керек. Мысалы, өтініш берушінің отбасы мүшелері де тұрақты түрде болуы керек. Және соңғы 5 жылда өзінің және отбасының атында, мысалы, соңғы 5 жылдың ішінде мүлік болмау керек. Мүлік болмау керек, және төлем қабілетін растау, яғни 40 АЕК дейді, ол 138 мың теңге соңғы 6 айда өтініш берушіде. Мысалы, отбасыда 2 адам болса, 2 адамға шаққанда 138 мың теңгеден айлығыңыз асып кетпеуі керек. Мысалы, үйіңізде 4 адам болса, 4 адам үйге 552 мың теңге табыс кіретін болса, онда бөлген кезде 138 мың теңгеден асып кетпейтіндей болу керек. Солай есептелінеді. Ең алдымен сіз ЭЦП кілтіңізді алуыңыз керек, ал тізбе бойынша анықтамалардың барлығын өтінім беру сәтінде күнтізбелік 10 күннен кешіктірілмей алынуы тиіс. Қатысуға өтінім бергеннен кейін өтінім қаралған кезде сізге өтінім берген кезде көрсеткен телефон номеріңізге өтінім мәртебесі, яғни жаңағы айтып кеткен мәртебе сізге жіберіледі. Мына 3 мәртебенің біреуі. Бас тартылды, немесе жаңа көрсеткен. Бас тартылды, немесе қабылданды, немесе толықтыруға жіберілді деген секілді. Енді қажетті құжаттар тізімі, өтініш берушіде ЭЦП кілтіңіз болу керек, және
өтініш берушінің және отбасы мүшелерінің куәландыратын, яғни жеке басын куәландыратын құжаттары керек. Өтініш берушінің білімі туралы, яғни дипломыңыздың көшірмесі, некеде болсаңыз неке қию куәлігінің көшірмесі, балаларыңыз болса балалардың туу туралы куәлігі, өтініш берушінің және отбасының барлық мүшелерінің мүлік жоқ деп растайтын құжатыңыз керек. Және жұмыс істейтін орныңыздан анықтама аласыз. Және өтініш берушінің ай сайынғы табысы кемінде 40 айлық есептік көрсеткіштен мөлшерінде болатынын соңғы 6 айдағы табысты көрсетесіз. Сосын Қазақстан Республикасының еңбек кодексінің 35 бабына сәйкес еңбек өтілін растайтын құжаттар, еңбек кітапшасы, қызметтік тізімі және тағы басқа осындай бір құжаттарды өткізесіз. Жинақ шотының болуы, яғни депозитіңізді көрсетесіз. Депозиттің шотыңызда кемінде 138 мың теңге жату керек. Өтініш берушінің әртүрлі қызмет саладағы жеке еңбек жетістіктерін растайтын құжаттар, яғни бір жұмысыңыздан қандай да бір жетістікке жеткен сертификаттарыңыз бар болса, соны тіркесеңіз болады. Оның бәріне балдық жүйемен есептелінеді. Яғни сертификат өткізсеңіз, сертификатыңызға бал қосылады. Тіркелген туралы хабарлама, яғни сіз ИП-мен қатысып жатсаңыз, бар болса, жеке кәсіпкер болсаңыз, немесе тұлға болсаңыз, оның тіркелгендігі туралы, ИП-ның тіркелгені туралы хабарлама, яғни куәлігін, уведомление дейді ғой, сондайын аласыз. Сосын зейнетақы аударымдарын есептелмейтін әскери қызметшілер жұмыс орнынан тұрғын үй төлемдерін алмағаныңыз туралы анықтаманы қоса беруіңіз керек. Ол сізде бар болса, қолымен күні бар дербес деректерді жинауға және өңдеуге жұбайының және бар болса жұбайыңыздың келісімінің сканерленген нұсқасы дейді. Ұпайлар қалай есептелінеді? Іріктеу ұпайлық жүйе бойынша жүзеге асырылады. Жаңағыдай айтқандай, осы документтер қабылданғаннан кейін екінші саты ол ұпай есептелінеді. Алғашқы ұпай көп кім жинады, солар өтеді. Мысалы, нарықта неғұрлым талап етілетін мамандықтар, яғни сіз дипломмен нарықта сұранысқа ие дипломыңыз бар, сол мамандық бойынша жұмыс жасасаңыз, оған 10 балл берілетін болады. Сосын отбасы болған жағдайда отбасыңызға 5 балл беріледі. Неке куәлігін өткізесіз, соған 5 балл беріледі. Бір бала болған кезде 1 балл, әр келесі бала үшін 2 балл, яғни сізде мысалы 3 бала делік, бірінші балаңызға 1 балл беріледі, кейінгі балдарыңыздан бастап уже әр балаға 2 балдан беріледі. Сонда сізде 3 бала болса, жалпы 5 балл жинап тұрсыз. Жеке кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыру кезінде кемінде 1 жыл, яғни ИП-ңыз ашылса, әр жылына 5 балл, бір жылға 5 балл, әр жыл үшін 1 балл беріледі. Яғни сіздің ИП-ңыз 3 жыл болса ашылғанына, бірінші жыл үшін 5 балл, кейінгі жылдар үшін 1 балл, жалпы 3 жыл үшін 7 балл беріледі. Өтініш берушінің әртүрлі қызмет салаларында жеке еңбек жетістіктері болған кезде, яғни 2 балл. Сертификат, жұмыстан алған сертификатыңыз болса 2 балл. Сіз бір сертификат өткізесіз бе, 10 сертификат өткізесіз бе, бәрібір сол 2 баллды аласыз. Сондықтан біреу-екеу ғана өткізсеңіз жетерлік. Бюджеттік ұйымдардағы, мемлекеттік мекемелердегі және мемлекеттік кәсіпорындағы еңбек қызметі үшін 5 балл беріледі. Еңбек өтілінің әрбір жылы үшін 1 балл беріледі. Өтініш берушінің екінші деңгейдегі банктердегі жинақ шоттарын, яғни депозиттің жинаған әрбір жылы үшін шотта кемінде 40 айлық есептік көрсеткіш қалдық болған кезде 2 балл беріледі. Яғни 138 мың теңге шотыңызда болу керек және депозиттің ашылған әрбір жылына балл беріледі. Сондықтан сіз мысалы, бұл жерде сізге лайфхак дейін, Жилстройдан ішінде ақшасы аз болса да, жылы ұзақ депозиттер болады. Соларды сатып алып, өз атыңызға қосып алсаңыз болады. Жыл жағынан балл ұтып отырасыз. Сіз қанша ерте өткізсеңіз, сіз бірдей балл жинап қалсаңыз, кім бірінші өткізді, өтінішті сол жеңеді деген сөз. Бөлінетін тұрғын үйдің жалпы ауданы айқындау конкурс қорытындысы бойынша қойылатын ұпайлар және өтініш берушідегі балалар саны бар болса, негізінде жүзеге асырылады. Жалға берілетін тұрғын үйді сатып алу құқығынсыз беру мынандай пайыздық арақатынасқа жүзеге асырылады. Мысалы, отбасылы адамдарға 60%, мысалы 2000 грант бөлінсе, соның 60% отбасылы адамдарға берілсе, 40% жалғыз басты жастарға берілетін болады. Жалпы ақпарат түсінікті болды деп ойлаймын. Бұл құжаттардың барлығын жинап, онлайн түрде мынау қатысу Жилфонд KZ сайтына регистрация жасап, осы жерде өткізетін боласыздар. Жақсы, сәттілік.